Kani bari bana qaray qo'yinglarchi. Bizning bolalar Qozoqning ustoq o'yin-o'rnaklari, bizning qazoqiy o'zimizning kiyim-kechaklarimiz bor ekan-ya. Biz ademi kiyimimiz, qazoqiy ko'ylaklarimiz barlig'i o'sындай o'yinlanib, ademilenib tikilgan ekan-ya. Sonымен қатар bolalar qaranglar. Mine bolalar, bizning ustoq asboblarimiz, dombira, jetigen, qo'biz, o'sындай qazoqning asboblarning barlig'ida o'yinning suratlari bor ekan-ya. Bu o'yin bolalar biz o'yinni zerdelib, ashekilib adimlagan кезде o'sындай o'yinlarni foydalanamiz. Odan keyin bolalar idiz oyoqlarda, және де bolalar bizning ashekil buyumlarimizda barlig'ida o'yin bor ekan. Endi bolalar Qozoqning ustoq o'yinlari to'rt turga bo'linib, аңдарға, жануарларға, құстарға қарап отырып, ойлап тапқан екен-е. Қараңдаршы балалар, мынау түйетабан оюы. Кәне қайталаймыз. Түйетабан оюы. Тамаша. Ал балалар, мынау қандай ою? Құс қанатты. Құс қанатты. Қараңдаршы балалар, ою қалай жасалған? Құстың қанатына ұқсайды. Мынау балалар көбелек ойуы. Жарайсында көбелек ойуы. Ал мынау ойу балалар төрт табан ойуы. Иә, бұл балалар біздің қазақтың ұлттық ойу өрнектері. Мынау балалар қандай ойу? Су ойуы. Төрт бұрыштағы деген су ойуы. Мынау балалар жұлдызша оюы. Жұлдызша оюы. Ал мынау балалар балалар көрдіңдер ме? Қазақтың ұлттық ою-өрнектері осылай табиғатқа, жануарларға, ғарышқа және де пішіндерге қарап отырып ойлап тапқан екен-е. Гүл ойынына қарайықшы. Гүлге ұқсайды, е? Ұқсайды. Иә, бұл гүл ойуы көбінесе балалар аналарымыздың, әпкелеріміздің әшекей бұйымдарында көп кездеседі екен. Енді біз бүгін сендермен қошқар мүйіз оюымен танысамыз. Қараңдаршы балалар, қошқар мүйіз оюы қошқардың мүйізіне ұқсайды, солай ма? Мүйізіне. Кәне қайталар. Қошқар мүйіз оюы. Қошқар мүйіз оюы. Тамаша, жарайсыңдар. Енді балалар, осы ою-өрнектер бізде барлық жаңа айттым, киім-кешектерімізде, әшекей бұйымдарда, ыдыстарда. Ал қазір қайдан көріп тұрсыңдар ою? Біздің жилетімізде бар, ою. Қараңдаршы алдымызда қандай оюлар бар? Әдемі, міне көрдіңдер ме? Жилеттерін қандай әдемі оюланып, әдеміленіп жасалынған. Бұл да балалар ұлттық ою екен. Балалар, осы Әділхан Қастеев ойу туралы видео айтқан екен. Таудың құлағынан, қойдың құлағынан, апамның кілемінен, ешкінің мүйізінен көрем деген екен. Ойуды қайдан, қай жерден көресің деген сұраққа осылай жауап берген екен. Емі, қошқар мүйізді қалай күшті? Ой, жарайсыңдар балалар. Енді бесіндердің алдыларында қағазды алайын, не? Әкеле ғой. Қандай күшті ойығасыңдар? Жасадыңдар, қараңдаршы міне. Әдемі кілемше. Қандай ойы болды балалар? Қошқар мүйіз оюы. Жарайсыңдар. Олай болса ойуымыз орнымызға қояйық. Мына жерге серпіту сәтіне жиналайық. Келе қойыңдар. Кел, тұрамыз, тұрыңдар деп. Бір серпіп алайық, е? Ойыңды тұра қойыңдар. Ою үстелдің үстінде қалып. Кәне, бәріміз әдемілеп тұрамыз кілемнің үстіне. Кәне, тұрамыз. Жарайды, үстелдің үстіне қояғыз. Кәне, тұрамыз. Қолымызды кішкене алып, былай созайық шаңғайын. Досымызға тимесін. Жоқ, қолды ұстамай, ана былай соз қолында. Енді кішкене маған қарап тұрыңдар осылай. О, тамаша. О, жарайсын. Кішкене ашып тұрыңдар, орталарында. Кәне, маған қараңдар. Ақбибі, Малика маған қараймыз. О, тамаша. Енді ою
болып би билеп алайық, иә, біраз кәне. Кәне жасаймыз. Өзі көбелек ою, кәне көбелек боламыз. Кәне отырамыз, тұрамыз. Жұлдыз ою боламыз балалар, кәне. Кәне. Келесі төрттаған ойды. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сәрәсіне келесі. Бөлім олай кәне болады. Қолымыз жоғары созамыз деп. Кәне. Бөл боламыз. Қолдарымыз созылып. О, тамаша. Келесі. Тұрамыз. Жұлдыз ою боламыз балалар, кәне. Кәне. Келесі төрттаған ойды. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сәрәсіне келесі. Бөлім олай кәне болады. Қолымыз жоғары созамыз деп. Кәне. Бөл боламыз. Қолдарымыз созылып. О, тамаша. Келесі. Көздер ішінде тербеледі, иә, бет соққанда. Кәне. Ал суы оюы. Толқын болады, иә, кәне. Кәне. Оюы боламыз, су оюы. Тамаша. Енді қазір о. Ал кел жасай ғой. Ұлпатай? Ой, қашып кеткен сияқты. Біз кішкене сергіп алдық, иә, енді балалар? Қазір орнымызға отыра қойып. Сіздің тағы да жасаймыз, иә? Күшті мен отырған. Орнына шығып. Балалар, сонымен қандай ойын жасадық біз? Қошқар мүйіз. Қайталайық, кәне. Қошқар мүйіз ою кеп қапты. Қай жақтан келе жатырсыз? Балалар, қошқар мүйіз ою жылағысы кеп тұрған сияқты. Өрнек әжейдің ойы ғой деме? Қошқар мүйіз, сен қай жақтан келдің? Өрнек әжейдің адасы қалдың ба? Балалар, қошқар мүйіз ойына көмектесейік па? Өрнек әжеге апарайық па қошқар мүйізді? Олай болса, әдемі келіншемізді үстелдің үстіне қояйық та, өрнек әжейдің үйіне барайық, жүріңдер, кәне. Жүре қойдар. Сен олайсың ма? Біз сені өрнек әжеге апарамыз, жарай ма? Кәне, жүре қойыңдар. Кәне, келе қойып батайық. Сәлеметсіз өрнек әжей. Сәлеметсіңдер ме балалар? Өрнек әжей, біз сізге қошқар мүйіз оюын ұстауға келдік. Сізден адасқан кішкене көңіл болмай тұр екен. Ой, бәрекелді балалар, сол қошқар мүйіз ойынды жоғалтып, мына текемет әлдеміз түрлі-түсті текеметті жасап отыр едім. Маған жақсы болды, көмектесіңдер. Оюларын таңдап, әдемі. Әжеге көмектесеміз бе балалар? Әдемі текемет жасап жатыр екен әже. Балалар, қараңдаршы, текемет қандай, оюлары қандай әдемі. Солай ма? Қазақи оюлы екен, е балалар? Міне, біздің қошқар мүйіз оюымыз да бар екен. Міне балалар, қараңдаршы, қандай әдемі. Қызыл түс жағын сала қой, е? Апай, маған бес. Саған да берейін. Мә, жақсыра қой. Тамаша. Ой, балалар, сендер өрнек әжеге күшті көмектесіп жатсыңдар ғой? Әр оюдың орнын дұрыс тауып жатырсыңдар. Мағжан қалай? Балалар, көрдіңдер ме балалар? Біздің ұлттық
ою өрнектер, кілемшелерде, қазақ үйімізде барлығы ою өрнекпен әсемделіп жасалған екен. мына жаққа мә Алихан сен Тұра ғой, мына жерге сал. Мына жерге сала ғой. Ерасыл сен мына жаққа келіп сал ана жақтан айналып Ерасыл келдің ба? апайға бар Келе ғой. жүр мынаны тағалым Мына. Қай жерге қоямыз Ерасыл? Таба қойшы. ой Дұрыс айтасың. Иә, осы жерге қоямыз. Келе ғой, қошқар мүйіз ою отыра ғой. Қызыл жағын қойыңыз, иә? Ой, балалар, қараңдар. Кілемше қандай болды, балалар? Әдемі. Оюлы болды, иә? Олай болса, балалар, өрнек әжеге кім тақпақ айтып береді? Қандай тақпақ айтамыз? Маған? Маған ана теке, әжем басты текеме, басы ұғызды Текемет, текеме, үсті үстіне. үсті төкеме. Үсті үстіне төпелеп, жарайсың, тамаша, Малика. Тағы кім айтады, қандай тақпақ білеміз? Айта ғой. Құшақ текеме, үстінен үтіпіліп, алтыпіліп жетпені шамал етті жетпіліп. Тамаша, жарайсың. Тағы? Алихан? Анау. Айта ғой. айта ғой маған айтшы өрнек апаңа айта ғой таққа Айта ғой. Тағы кімге біледі тақпақ? Анам. Аяна ма? Айта ғой, Аяна. Айта ғой. Ал жарайды балалар. Міне осындай кілемше, бұл барлығы балалар өте көп еңбекті қажет етеді екен. Жайдан да жасала салмайды балалар. Ою өрнек жасау үшін ойымыз ұшқыр болу керек, ақылды болуымыз керек екен, е? Қане жасаңдар. Бір саусағым тіпті де, ұстай алмас жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Үш саусағым орамды, жүгір деді қаламды. Өнерлеткен он саусақ, қалам саусақ, жол саусақ. Қандай балалар біздің қолдарымыз? Өнерлі. Ақжан келесі. Текшені тастайын. Жерге тұста текшені бүйтіп лақтырасыз. О, қандай ою? Түйе табан оюы. Қайталаймыз. Түйе табан оюы. Айбибі қандай? Ақбибі? Айбибі? Құс Құс оюы. Қайталай бибі? Ұлпан ала ғой. Келесі. Ақын лақтыр, е? Қандай ою Ұлпан? Қандай ою? Су оюы. Аяна ала ғой. Айтап емес, суламамыз. Гүл оюы. Қандай ой? Тамаша Малика, гүл оюы. Енді? Так, қандай ою? Жұлдыз оюы. Жұлдызша оюы. Алихан? Апа. Жарайсың. Қандай ой, Алихан? Құс оюы. Қандай ой, Алихан? Тамаша, жұлдызша оюы. Балалар міне біз текше ойын арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындыладық, е? Бүгін біз сендермен қошқар мүйіз оюын өттік. Қандай ою балалар? Тағы не жасадық? Не істедіңдер бүгін? Кілемше жасадық, е? Қағазды қиып жапсырдық. Тағы не істедіңдер? Өрнек әжеге қошқар мүйіз оюын апарып бердік, солай ма? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма балалар? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің жапсыру сабағымыз осымен аяқталды. Орындарына отыра қойыңдар.